Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Одан кейін қазіргі екінші толқын дайындығымыз бірінші толқында қарағанда көптеген енді бірінші ол коронавирус дүниежүзі бойынша ешкім әлі толық зерттеп білген жоқ. Оның өзімізде кішкене бір қиыншылықтар пайда болды. Соған қарап, қазір екінші толқынға қарап, бірінші толқыннан жасаған қателіктерімізді жөндеп, қазіргі екінші толқынға толықтай дайын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та өзінің Қазақстан халқына жолдаған жолдауының басында да дәрігерлерге және еріктілерге өз алғысын айтып, өз жолдауын бастаған болатын. Осы орайда біздің қаладағы ерікті жастарымыз коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында брошюралар, үнпарақтар, 20 мыңға жуық үнпарақтар таратқан болатынбыз. Қаламызда көп орналасқан, адам көп шоғырланатын жерлерге 20 мыңға жуық үнпарақшалар тараттық. Сонымен қатар 10 мыңға жуық тегін маскілер таратып бердік. Біздің де рухани жаңғыру жобалық офистің бастауымен қымыз мұрындық атты шара жасадық. Біздің бастауымызбен басталып, кейін облыс бойынша іске асып, жалпы көлемде 1,5 тонна қымызды, демеушілердің демеуімен әлбетте 1,5 тонна қымызды ауруханаларда емделіп жатқан науқастарға тараттық. Яғни бұл да бір қолдан келген кезде бір жасау керек дүние деп санаймын. Сол сияқты бізден де бөлек қанша қарапайым кісілер жасап жатыр. Олардың бәрі бұл жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Сол жұмылып көтерген бұл қасіретті жеңіп шықтық. Армысыздар, біздің тұрақты көрермендеріміз. Бүгін бізде әдеттегідей Жамбыл облыстық жастар басқармасының қолдауымен Саналы Talks жобасының кезекті отырысы. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз COVID-19 пандемиядан кейінгі өмір. Бүгін бізде өздерінің алтындай уақыттарын бөліп келген қонақтарымызбен таныспаңыздар. Құрамында Жамбыл облысы көп балалар бейімдеу ауруханасының дәрігері Кеңесбаев Бекболат мырза, және де Жамбыл облысы рухани жаңғыру жобалық офисінің басшы орынбасары Данияр Өмірбек, және де қалалық жастар ресурс орталығының директоры Есіркепов Абзал мырза. Олай болса, енді жаңа айтып кеткендей, бүгінгі тақырыбымыз COVID-19-ға арнап жатырмыз. Енді осы бойынша маман ретінде өзіңіз бір ауыз айтып кетсеңіз, жалпы қалай болды, қандай дайындықтар жүргізіп жатсыздар? Енді айта кететін болсақ, өзіңіз білесіз, бірінші осы біздің Жамбыл облысына коронавирус инфекциясының індеті ең бірінші келген науқастың шыққан уақыты ол наурыз айында басталған. Ол бірінші толқын кезінде. Одан кейін қазіргі екінші толқын дайындығымыз бірінші толқында қарағанда көптеген енді бірінші ол коронавирус дүниежүзі бойынша ешкім әлі толық зерттеп білген жоқ. Оның өзімізде кішкене бір қиыншылықтар пайда болды. Соған қарап, қазір екінші толқынға қарап, бірінші толқыннан жасаған қателіктерімізді жөндеп, қазіргі екінші толқынға толықтай дайын. Дайын дегенде бізде дәрі-дәрмекпен 2 айлық, 3 айлық қоры бар әр ауруханаларда. Одан кейін бізде біле берсеңіздер, қазір бұрынғы городской перинатальный центр соны коронавирус індетін екінші толқынына, қазір городской перинатальный центр дейді, соны қазір 200 орындық коронавирус індетін екінші толқында дайындалып жұмыс жасалып жатыр. Ол енді осы уақытта бітеді. Енді соған қарсы коронавирус індетін екінші толқынына 200 орындық аурухана дайын деп айтылуға болады. Енді бірінші толқын кезінде өздеріңіз білесіздер, өте қиыншылық жағдай болды. Көптеген енді азаматтарымыздың айырылып қалған жағдай болды. Ол кезде біздің қазір көп бейінді балалар ауруханасын инфекциялық бөлімше бұрын инфекционный аурухана болған, қазір көп бейінді балалар ауруханасы 3 больница бірге қосылған. Сол инфекционный бөлімінде 250 койкалық бойынша өзі аурухана, соның бәрін 250 койканың бәрі толық жұмыс атқарған болатын коронавирус індетіне. Енді атап келетін болсақ, қазір енді екінші толқынға бүкіл мекемелер дайын. Жаңағы жергілікті поликлиника бар, аудандық орталық ауруханаларында бар, провизорный койкалар бар. Соған толық дайындау екінші толқынға. Рахмет. Олай болса, сізді жаңа айтып жатыр, жастар ресурс орталығының директоры деп осы пандемия кезінде қандай да бір сіздердің тараптарыңыздан бір көмектер көрсетілген, осы бойынша айтып кетсеңіз. Биылғы жыл барлықтарымызға белгілі волонтер жылы деп бекітілген болатын. Осы пандемия кезінде біздің қаламыздағы ерікті жастарымыздың атқарған жұмыстары орасан зор деп айтқымыз келеді. Мен барлық еріктілерге шын жүректен алғысымды білдірем. Осы ең соңғы
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та өзінің Қазақстан халқына жолдаған жолдауының басында да дәрігерлерге және еріктілерге өз алғысын айтып, өз жолдауын бастаған болатын. Осы орайда біздің қаладағы ерікті жастарымыз коронавирустың инфекциясының алдын алу мақсатында брошюралар, үнпарақтар, 20 мыңға жуық үнпарақтар таратқан болатынбыз. Қаламызда көп орналасқан, адам көп шоғырланатын жерлерге 20 мыңға жуық үнпарақшалар тараттық. Сонымен қатар 10 мыңға жуық тегін маскілер таратып бердік. Бізге о жаққа қолдау білдірген қаламыздағы тігін ательелерімен бірлесіп 10 мыңға жуық маскілер тегін таратқан болатынбыз. Сонымен қатар дәріханалардағы дәрінің қаншалықты бар екенінде де біз сол бойынша тұрақты түрде рейдтік жұмыстарды жүргізіп отырамыз. Осы пандемия кезінде 200-ге жуық жалғызбасты қарттарымыздың үйлеріне тегін тамақтарды апарып таратып бердік. Сонымен қатар осы коронавирус инфекциясында дәрігерлердің үйлеріне де бармай 2 айлап, 3 айлап жұмыста болған күндерінің өзінде де біздің қаламыздың еріктілері сол дәрігерлерге өз алғысымызды білдіру мақсатында сол кісілердің үйлерін барып, күл-қоқыстарын жинап, үйлеріне тұрмыстық жағдайынан көмектер көрсеткен болатынбыз. Бұдан бөлек пандемия кезінде тағы да қаламызда 1000-ға жуық тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға тамақтар таратып бердік. Бұл жаққа да біздің еріктілердің еңбегі орасан зор. Бізге ол қолдау білдіріп жатқан азаматтар да бар. Өздері шын ниетімен келіп жатқан азаматтар да бар. Бізбен бірлесіп тұрақты түрде жұмыс істейтін жастарымыз дәл қазір уақытта 700-ге жуық волонтерлар тізімі бізде жинақталған. Сол жастарымыздың барлықтарына шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күні бізде Тараз қаласы әкімінің орынбасары біздегі осы пандемия кезінде еңбек еткен жастарымызды бүгін марапатталды. Ол жастарымызға деген бұл қолымыздан келген бір кішігірім болса да сыйлықтармен өзіміз қамтамасыз еттік. Соның арқасында дәл қазір уақытта ол біздің жастарымыздың жұмысын алдағы уақытқа да жігерлендіру, ынталандыру мақсатында осындай жұмыстар атқарып келеміз. Бізде де істеп жатқан жұмыстарымыз орасан зор. Дәл қазіргі уақыттың өзінде де біздегі жастарымыз әлі күнге дейін үнпарақшалар, брошюралар таратып жатыр. Сонымен қатар бізде осы пандемия кезінде кислород СОС деген организация бар. Сол жақтағы бізде де қаламыздан ерікті жастарымызды шақырып, больницаларға газовый баллондарды жеткізіп бере отырдық. Рахмет сізге, еңбектеріңіз жемісті болсын. Данияр мырза, енді өзіңіздің айтарыңыз болса. Жалпы бұл халықты қоңыздай қырған бұл пандемия біздің халыққа, елге көптеген қасіреттер алып келді, ол бәрімізге белгілі. Осы орайда айтатыным, енді көптеген азаматтардан айырылдық, көптеген қоғам қайраткерлерінен айырылдық. Дегенмен сонша қайғының ортасында жүріп, қаншама жанын ажалдан арашылап қалған әуелі Құдай, кейін дәрігерлер дейді ғой. Сол себепті сіздерге рахмет. Жалпы халықтың атынан деп айтсам да болады, өзімнің атынан да. Одан кейін мынау осы пандемия кезінде көптеген көмек көрсеткен жастар, волонтерлар және жай қарапайым адамдарды құр қол қусырып жатпай көптеген көмек көрсетті. Ол кісілерге үлкен рахмет. Жаңағыдай Абзал айтып жатыр. Көптеген маска таратты, тағысын сол сияқты. Онда біз біргеміздің аясында көптеген іс-шаралар атқарылды. Олар өте үлкен көмек, үлкен игі іс, ол мықты дүние деп санаймын. Енді бұл пандемия кезінде біздің де Рухани жаңғыру жобалық офистің бастауымен қымыз мұрындық атты іс-шара жасадық. Біздің бастауымызбен басталып, кейін облыс бойынша іске асып, жалпы көлемде 1,5 тонна қымызды, демеушілердің демеуімен әлбетте 1,5 тонна қымызды ауруханаларда емделіп жатқан науқастарға тараттық. Яғни бұл да бір қолдан келген кезде бір жасау керек дүние деп санаймын. Сол сияқты бізден де бөлек қанша қарапайым кісілер жасап жатыр. Олардың бәрі бұл жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Сол жұмылып көтерген бұл қасіретті жеңіп шықтық. Қанша азаматтардан айырылсақ та, енді мына келесі толқында да осы бірге жұмылып, бірдей күш танысақ, бірдей шыдамдық танысақ, Құдай қаласа одан да жеңеміз деген нақты сеніміміз бар. Енді бұл жалпы пандемия кезінде менің бір түсінгенім, мынау рухани жаңғыру бағдарламасының ішінде прагматизм деген бір бағыты бар. Яғни прагматизм үнемдеу.
әр нәрсені. Жақында ғана осы 4 жаңа арнайы жоба қосылды, соның бірі үнем қоғам қуаты деген. Соның ішінде айтылады дарақылыққа жол бермеу деп. Яғни осы пандемияның кезінде мысалы бізге карантиндік режим енгізгеннен кейін біз халық түсінгенде бір дүние, кафелетіп кешкісін қыдырмасаң да, дүркетіп 1000 адам 500 адам жинап той жасамасаң да өмір жалғаса беретіндігінде. Яғни біз жайлап осындай үнемшілдікке, осы прагматизмдікке осыған жайлап келе жатырмыз да. Яғни міне осы карантиннің кезінде осы пандемияда біз сонысын түсіндік та. Ысырапшыл болмасақ та біз өмір сүруге болады екен. Сол былайша айтқанда жандай көңіл көтеріп өткен қаражатты сауапты іске, жақсы іске, мысалы жаңа өзіңе мұқтаж жанға адамдардың жалпы санасы өзгерді. Санасы мына өмірге деген көзқарасы аз да өзгерді да. Енді бұл пандемияның пайдасы демей ақ қойын, бірақ бұның бір тигізген бір әсері деп айтайық. Пайдасы жоқ әлбетте, бірақ тигізген бір әсері осы болды да. Халықты жаңа үнемшілдікке, ысырапшылдықтан алшақ ұстауға жалпы бір себебі болды. Енді бұл өзі пандемия кезінде мынандай бір нәрсе айтқым келеді. Иттің зәрін дәрі десең, дарияға кішетер деген сөз бар. Тура сол кезде мынау алып қашпа әңгімелер көп болды. Ананы жесең жазыласың, мынаны жақсаң жағыласың, мынаны суға аласың, ішсең жазыласың, ананы тұтатып шексең жазыласың деп. Сол кезде адам мен адам, бауырдан бауыр, ағайыннан бір-бірінен дәріні сұрап ішіп, жоғын сатып ішіп, барын тығып ішіп, сондай бір заман болды да. Енді осындай бір қиын қыстау кезде жалпы мынау бір үндеу, жалпы былай қалайсам бір тілек ретінде бір айтқым келетіні жалпы бөлісу керек. Мен түсінгенім уақытыңмен, қолыңдағы барыңмен, тым болмаса жақсы көңіл күймен, жақсы бір ниетпен бөлісіп, тым болмағанда тек дұғаңмен бөлісу керек осындай кез. Жалпы мен ең соңында айтарым, сөз қорытындылай келе, бұл пандемия халықтың санасын бір серпілтіп, бір өзгеріс алып келді. Және халықтың ауызбіршілігін, бір-біріне көмек деген, және бауырмашылдық деген сезімді нығайтты деймін. Және соңында дәрігерлердің, басқалардың да қарапайым жұмысшылардың еңбегінің, қызметінің мықты екенін, ол бізге нағыз көмек екенін, оларсыз біздің күніміз қиындау екенін онда бір түсіндіріп берді деп ойлаймын. Рахмет сізге көп. Енді Бекболат мырза, өзіңіз жалпы енді осы дәрігер маманы ретінде осы ковидтің жалпы алғашқы белгілерін, не болмаса осыдан бір жазылу жолдарын кішкене айтып кетсеңіз. Енді өзіңіз білесіз, бізде ол ауруды мен тағы да айтамын, толық әлі зерттелмеген. Басында енді ол ауру, мысалы өзіңіз білесіз, күн жылы кезде, мысалы бұрын мұндай болмаған, мысалы шілде кезінде бәрі пневмониямен ауырды. Мысалы күн бұрын ондай осындай, қазіргі уақыт ОРВИ грипптің басталатын уақыт. Қазіргі біздің Жамбыл облысында грипптің әлі жоқ, бізде әлі мұндай грипп деген толық шыққан жоқ. Қазір ОРВИ жүріп жатыр. Ол кезде өзіңіз білесіз, коронавирус инфекциясында бір несі пневмониямен ауыр халде келіп түсті. Күн ыстық кезде пневмониямен адам ауыр халде демаламай, өкпе жетістігі болмай, сонда қиын жағдайда келіп түскендер бар. Ол не себеп мысалы? Өзімізде мысалы ағайын туысқандар да ауырды, бәрі ойбай үйде ауырып жатты, үйінде тығылып емделіп жатты. Одан кейін уже асқынып, уже бір апта үйінде емделіп жатты. Жаңа айтқандай неше түрлі дәрі, неше түрлі әркімнің айтқанымен жүрді, дәрін асқынып, соңымен біздің больницаға сондай келіп түсіп жатты. Оның бірінші белгілері өздеріңіз білесіздер, температура. Оныңқы именно коронавирустың бір несі белгісі, мысалы 38-ден төмен болмай температурасы. 38 температура, одышка. Одан кейін уже барып өкпесін сүрген кезде уже пневмония болады. Сол пневмониядан кейін уже адамға уже ауа жетіспеушілік болады, кислородный голодание дейді. Сонымен уже адам көбісі сол, одан кейін екінші бізде өздеріңіз білесіздер, үлкен кісілер көп ауырды. Ол үлкен кісілер көп ауырған не себеп? Өйткені оларда сопутствующий диагноз дейді, енді қосалық өзінің бұрынғы сахарный диабеттері ауырған бар, қант ауруымен, болмаса жүрек ауырған адамдар бар. Бір жағынан жаңа ауа жетпей жатыр, өкпесінен ақау бар, екінші жағында өзінің қосалық ауруы бар. Сонымен сол үлкен кісілер көтере алмай, жаңа ғана күн ыстығы бар, бір сондай қиыншылықтан, сондайдан көп адамдар жоғалтып алғанымыз бар. Бірақ тіпай-тіпай бізде осындай коронавируспен күрескен кезде сол біздің больницада ондай дәрі тапшылығы ондай болған жоқ. Өйткені енді аптекаларда енді өзімізде біз енді больницада жаттық, 3 ай 4 ай үйге бармай, сол жақта сол больницада, одан біздің мемлекетке рахмет, гостиницадан орын алып, соның жұмыс, жаңа қонақ үйге барып жұмыс істеп жүрдік. Сол кезде көбісінде халық жаңағы дәрі-дәрмек тапшылығы жоқ деп, бәрі қорқып жаңағы дәріханаларда іздеп кетті. Бізде больницада ондай болған жоқ. Енді жаңағы ИВЛ аппарат дейді, жаңа кислородный, басында сәл қиыншылық болды да, содан кейін қазір тіпай-тіпай бәрінде онда жеткілікті. Қазіргі екінші толқынға енді біз айта аламыз, толықтай дайынбыз. Өйткені қазір прямой
облыс басшысымен жаңағы бізде больницаларды кеп тексеріп жатыр. 2 айлық жаңа айтып отқандай қор дәрі дәрмегі жеткілікті ма, жеткіліксіз ба, оның бәрі контрольда. Оның бәрі тексерілген. Қазір дәрі дәрмек те бар, жаңа кислород бар, және еріктілер де батыр. Шынымен де бұл кезде біз больницада жұмыс істеп жүрген кезде баллондарды алып келетін. Бір өзіңіз білесіз, бір баллонның өзі қандай ауыр. Сол кезде міне еріктілер действительно келіп, сол кезде көмектесіп, әкеп жаңағы жан-жақтан адамдарға көмектескендер бар. Жаңа қымыздар алып жатыр, действительно қымызда, суыда, тамақта бәрі келді. Осының бәрі осы жас жігіттердің, еріктілердің арқасында. Бұл кісілерге үлкен рахмет. Оны көзімізбен көрген нәрсе ғой, рас. Енді екінші толқын қазір көбісі өзімізде енді мен жұмыс істесек те, бірақ халықтың адамымыз, халықтың ішінде жүретін адамымыз. Қазір халық көбісі қорқып жатыр, кішкентай балалар ойбай ауыратын болыпты, неғып ондай прогнозды алға қойып жатыр деп. Енді оны бұл жаңағы айтып тағы айтатын, ол толық зерттелмеген ауру, бірақ кішкентай бала ауырады. Не только кішкентай, өйткені біз де ауырамыз. Мен жаңа айтып өткенде, қазір ОРВИ, грипптің қазір сезоны. Қазір міне күн бізде жылы болып тұр. Қазір білесіздер, уже локдаун қазір қана солтүстік жақта уже жауып жатыр, блокпост қойып жатыр. О жақта не үшін? Өйткені о жақта күн суық, о жақта қар ерте түсті. Бізде қазір әлі білінбейді, қазір ол ауыратын кішкентай балалар, өзіміз үйдегі балаларды ОРВИ-мен ауырады, жаңа жөтел, насморк. Вот сондайдан ата-аналар қорқады да, одан қорықпау керек. Сәл температура болды ма, не болды ма, бірінші очередь өзіне жаңа жергілікті мекен жайы бойынша әр мен өзінің дәрігері бар. Жаңағы одан кейін средний медперсоналы бар, участковый дәрігер дейді. Соларға хабарлау, қазір постановление өзгеріп жатыр, 57-ші постановление шығып жатыр, именно коронавирус инфекция бойынша. Не обязательно баланы көтеріп больницаға барудың қажеті жоқ. Қазір дистанционный телефонмен, болмаса сол медработниктер үйіне барады. Баланы сол үйде тықпай, болмаса өз ауырған кезде қорықпай, бірінші очередь сол кез келген медицина мекемесіне бару керек. Оны қазір біз уже бірінші волнадан өттік, уже бәрі қазір үйреніп алған, уже халық та соған үйренді. Одан кейін айтатын, бізге больницаға түскен кезде анамыз жинайды. Түскен кезде қалай ауырдыңыз, коронавируспен контакт болды ма деп сұраған кезде бір не айтатын, халықтың көбісі, почти бір 90% айтайын, жаңағы той-думанға барған, или болмаса жаңа құдалық дейді, сондай көп болды, жаздың кезінде тығылып істеп жүрді. Вот сондай кісілердің көбісі сондаймен ауырғанда адамдар болды. Қазір масочный режим дейді, қазірдің өзінде қазір бүйтіп қарасаңыздар, жаңағы интернет желісін қарасаңыздар, тақылып той жасап жатқандар да бар. Мұны сондайларда келіп қазір ауырып түсіп жатқандар да бар. Ең бастысы сол өзін қорғау, жаңағы той-думанды қысқартсақ. Енді осы орайда мен бір алып қосатын бір еді. Дәл қазіргі уақытта біздің қаламызда қала әкімдігі тарапынан 12 мобильді группа құрылған болатын. Бұлардың барлықтары дәл қазіргі уақыттың өзінде халық көп шоғырланатын кафелерге, кешке таман, мейрамханаларға, кафелерге рейдтік жұмыстар жасап жатырмыз. Бүгінгі таңға дейін 3000-ға жуық нысандарды араланған екен. Оның ішінде штраф айыппұл салып жатқандар да бар, оның ішінде төлеп жатқандар да бар. Қаладағы 12-ші мобильный группа дегенде мен соның қатарында бармын. Біз дәл қазіргі уақытта қаладағы дәріханалардың ішіндегі дәрінің қорларын сұрап жатырмыз. Дәл қазіргі уақытта біздің қаламызда 155 дәріхана тіркелсе, соның 68 дәріханасы дәл қазіргі уақытта тұрақты түрде жұмыстарын істеп жатыр. Бізде де өткенде барлықтарын көрдік, араладық, сол кезде сұрап жатырмыз. Дәл қазіргі уақытта осы алдағы уақытта болатын екінші толқын деп жатыр ғой. Бірақ олардың өздерінде 2 айға, 3 айға жуық өздерінің дәрілердің қоры бар екен бізге айтып берді. Сонымен қатар адамдардың өзінде дәл қазіргі уақытта хаос дейді ғой. Адамдардың өздерімен өздері паника шығарып, адамдардың барлықтары өткенде аптекаларда дәрінің жоқшылығы деп айтып жатқан кезде, адамдар сол кезде бізде дәріханалармен сөйлескен кезде олар айтады, бізде өзімізде жеткілікті қорларымыз бар еді, адамдардың көбісі ауырса да, ауырмаса да дәрілердің барлықтарын жинап алды дейді. Ол оған көмектесе ме, ол оған көмектеспей ме, тура сондайларды білмей, сол бүкіл дәрілердің бәрін сатып алды дейді. Алдағы уақытта да оның алдын алу барысында дәл қазіргі уақытта өзімізде жеткілікті түрде қорларын жинап алған екен. Сол себептен мен де бір айтқым келетін, адамдардың мысалы бүкіл барлық нәрсенің врачтардың арқасында деп жатырмыз ғой. Осы дәрігерлердің арқасында, сол кісілердің берген ғана назначениясымен бірге баратын болса, онда ешқандай қауіп қатер жоқ деп бізге де өткенде айтқан болатын. Рахмет. Сізге енді мынандай сұрақ, жалпы енді айтып жатыр, сізді жастар орталығының директор деп, енді осы орайда пандемия кезінде жалпы жастар немен айналысты, осы бойынша сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір шаралар
ұйымдастырылды ма, қалай болды? Дәл қазіргі уақытта 9 айдың қорытындысы бойынша біздің мекеме тарапынан 442 іс-шара ұйымдастырылған екен. Оның Барлығы да онлайн. Оның 442 іс-шараның 218-і онлайн іс-шарамен өтті. Дәл қазіргі уақытта шынымен үйлерінде отқан кезде оларға біз қандай бағыт-бағдар көрсетеміз деген мақсатта біз іс-шараларымыздың көбісін онлайн форматта өткіздік. Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp әлеуметтік желілер арқылы да біз жастарымызға іс-шараларды өткіздік. Zoom платформасы арқылы да көптеген іс-шараларды өткіздік. Жастарымыздың көбісі сол кезде үйлерінде болды. Өйткені оқуда да болған жоқ, барлықтар онлайн түрде болғандықтан біз іс-шараларымыздың көбісін жаңағы әлеуметтік желілер арқылы өзіміздің жұмыстарымызды ең бастысы жастардың бос уақытты тиімді пайдалануға көмек жасадыңыздар. Рахмет сіздерге, еңбектеріңіздің жемісін көрдіңіздер. Олай болса қорытындылайық, ой түйіндейік. Біз кішігірім жалпы енді біздің болашақта қалай болады, жалпы пандемияның осылай әсері бойынша айтып кетсеңіздер, Данияр мырза өзіңіз. Екінші толқынға байланысты мынандай бір сөз айтқым келіп тұр. Жалпы біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы дейді ғой. Осында өткен толқында көптеген жаңағындай азық-түлік сататын орындар, таксистер былайша айтқанда осындай қасірет кезінде, қайғы кезінде соны ақшаның үстіне ақша қосып пайда көріп жатыр да. Енді былайша айтқанда жығылғанға жұдырық қылып олай істеудің өзі білмеймін енді, ол ауыр дүние деп танимын. Мынау боранды күні дәрет қышайды дегенде, и так та онсыз да мына өзі жан жақтың бәрі алла сапармай отқан кезде мына жақта кәдімгі сатып алар дүниең жейтін азығын қымбаттап жатса, онда масқараның көкесі сонда жатыр еді. Осындай жайттарды ескере отырып, келесі толқында құзырлы органдар осындай дүниелермен айналысса екен деймін да. Былайша айтқанда халықтың өзі дал болып кімге сенетінін білмеймін. Мысалы, былайша айтқанда WhatsApp-тан келеді, мессенджерден неше түрлі дүниелер ше. Ананы ішсең бүйтесің, мынаны ойбай не дейсің, енді капуста жесең жазыласың деп ше. Енді бар жапа тармағы бар, капуста алама, имбир дейді, имбир, лимонның килограмм 1000 теңге, тура сол WhatsApp-тан мессенджерден жаңа таратпа, қауесет, алып қашпа, өсек әңгімелер, өтірік әңгімелер шыққан кезде лимонның бағасы 3 есе, 2,5 есеге өсіп кетті да. Осындай дүниелерді ескере отырып, бірінші айтатын құзырлы органдар осымен айналысса екен. Екіншіден қарапайым халық айтатын факт-чекинг деген дүние бар. Кез келген информацияны, кез келген бір дүниені саралап, ол шын ба, жалған ба, осын саралап, анализдеп бар оны қабылдасақ. Осының кесірінен көптеген кісілер ойбай ананы ішсең жазыла қалады екенсің деп дер кезінде білікті мамандарға, жаңа дәрігерлерге бармай үйде жатып алып, көрпеге орап терлесін жазылып кетесің деп, соның арқасында өкпесі қабынып, одан соң асқынып, қанша адам былайша айтқанда мерт болып жатыр да. Онымен біздің дәрігер мырза да онымен келіседі деп ойлаймын. Сол себепті келесі толқынға жаңағындай өсімқорлықпен айналысатын кісілермен жұмыс жасаса, екінші қарапайым халық ақпараттық анализді үйренсе. Осы екі дүние. Рахмет көп. Енді Абзал мырза, сіз Бекболат ағаның соңғы түйіндесін. Енді дәл қазір уақытта бірінші байлық денсаулық деген сөз барлық адамдарға шынымен ең бірінші байлық денсаулық екенін көрдік. Осы шын пандемия кезінде қанша бай қуатты адамдардың өздері де өмірден өтіп жатты. Көп адамдардың өздері де менің байлығым болса, менің ақшам болатын болса, кез нәрсені сатып аламын деген адамдардың сөздерінің өзінде қазір сәл де болса ойланып жатыр. Өйткені шынымен де денсаулығың болмаса, сен ешкімге керек емес екенсің деген ұғымдардың барлықтары пайда бола бастады. Менің айтқым келетіні, қорытындылағым келетіні, дәл қазір уақытта шынымен паникаға, хаосқа қарай адамдардың көбісі паникаға кетпесе екен. Шынымен білікті мамандардан өздерінің сұрақтарын қойып, өздерінің тұшымды жауаптарын алатын болса. Сөзіңіз білгеніңіз, жынмен жаңағыда сіз де айтып отқандай паникаға көп көңіл бөлместім. Мен де қосып кеткім келеді осы жайтқа. Мысалы үшін сондай WhatsApp-тан, не болмаса басқа да әлеуметтік желілерден келіп жатса, олар бірден көріп, соған сеніп қалады да. Менің қосып келіп отқан тек ресми сайттардан, ресми ақпараттарда соларды ғана көріп оқыса, бұндай жағдай болмайды деп. Бұндай жағдай болмас еді. Сол себептен алдағы уақытта да қаламыздың дәл қазіргі күннің өзінде де еріктілер де бізге хабарласуда. Тағы да болған жағдайда бізге қарай хабарласыңыздар. Біз біргеміз деген осы ұғымнан шығады. Барлықтарымыз бізде де алдағы уақытта қаламыздың жастары болсын, қаламыздың еріктілері болсын, ол кез келген қиын қыстау заманға да қарамай жұмыс істеуге дайын екен
өзіміздің қазақ деген өзіміздің жігіттерімізді де көрдік, қыз балаларымызды, қарындастарымызды да көрдік. Менде де барайын, менде де барып көмектесейін деген балалардың барлықтарын да көріп отырмыз. Ендігі айтқым келетіні, сол ең бірінші адамға денсаулық керек екен. Адамдардың барлықтары ысырапшылдықтың да сәлде болатын болса, соны азайтатын адамдардың барлығы қазір өздерінің ой санасына қарай жүгіне бастады. Туған туысқандарымен де араласа бастады. Өздерінің бір отбасы екендерін біліп те жатып жатыр. Тура сол сияқты енді алдағы уақытта ешкімге ешқандай жаманшылық тілемейміз. Барлықтарының денсаулығы сау болып, кез келген уақытта өз кеуделерін көтеріп, еңселі түрде тік қадаммен жүре берсе дегіміз келеді. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Бекболат аға, өзіңіз енді өзім халқымызға, бауырларымызға айтатын, қазіргі кез келген мекемелерде арнайы бригада топ құрылған. Қазір ол сағат жұмыс уақыты 6-ға дейін істейді деп, бәрі мысалы бармауы да мүмкін. Соған сағат 8-ге дейін жұмыс уақыты әр поликлиникада істейді. Одан кейін мобильный бригада топ бар, кез келген уақытта хабарласуға болады. Ең бірінші байлық денсаулық дейді. Соған енді халыққа айтатын, бірінші өзін қорғау, профилактика, бірінші очередь күніге қолын жуып жүру, жеке гигиенаны қорғау. Одан кейін жаңағы егер ауру белгілері пайда болған кезде мекен-жайы бойынша, тұрғылықты мекен-жайы бойынша поликлиникаларға, болмаса ауруханаларға хабарласуымыз керек. Ең дұрысы білікті мамандардан консультация алып, содан кейін берген назначениесі бойынша дәрісін қабылдау керек. Енді екінші толқын болмасын, болмай-ақ қойсын, халқымыз аман болсын, ел жұртымыз тыныш болсын. Рахмет көп-көп. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келіп қатысқан қонақтарымызға көп-көп алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.